Қайырлы күн, құрметті көрермен, кезекті подкаст ұлт тәрбиесі ұрпақ аманаты тақырыбына арналады. Ендеше спикермен таныс болыңыздар. Ақшұқыр мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мейрамгүл Жаңабергенова. Мейрамгүл Сақидоллақызы, қош келдіңіз. Алғашқы сұрақтан бастайық. Қоғамда орын алып жатқан өзгерістерге бей-жай қарамайтын осы аналар кеңесінің қоғамдағы салмағы қандай? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Бүгінгі таңда қоғамда аналар кеңесінің салмағы өте ауыр деп айтқым келеді. Қазіргі таңда қоғамда үлкен күн тәртібінен түспейтін маңызды мәселелер бар бізде. Отбасы тұрақтылығы, баланың болашағы деген секілді. Отбасындағы бала тәрбиесі, қыз бала тәрбиесі деген секілді соның ішінде. Міне сол тәрбиенің, сол күн тәртібінен түспейтін мәселелердің барлығының басында осы ұлт тәрбиесін, ұлтты тәрбиелейтін кім? Ол әрине ана, сондықтан ана тәрбиесі тұратындығы, жаңағы аналар кеңесінің жұмысы тұратындығы айтпаса да түсінікті. Осындай істерді ұйыстыруда бізге бастама болатын, осындай істердің басынан табылатын ізгі жандар ол аналар. Сондықтан қоғамда аналар кеңесінің болуы бұл қоғамның жаңағы бірлікке шақыруында үлкен мызғымас күш деп айтқым келеді. Бұл аналар кеңесі арқылы біз үлкен жаңағы жұмысты атқара аламыз, себебі бұл арқылы тұтастықты, бірлікті нығайтамыз. Отбасының алтын діңгегі ол аналар. Өткен жолы Тараз қаласында өткен аналар форумында еліміздің түкпір-түкпірінен аналар жиналды. Сол форумда қандай мәселелер көтерілді, қандай шешімдер қабылданды? Ол форум деген халықаралық деңгейде өтті біріншіден. Бұл форумға Өзбекстан, Түркменстан, әртүрлі одан да бөлек өңірлерден, Қазақстанның 20 өңірінен сан түрлі аналардың жаңағы өкілдері қатысты аналар кеңесінің. Бұл жерде нағыз тәжірибе алаңы болды деп айтқым келеді. Себебі әр өлкенің, әр өңірдің аналар кеңесінің жұмысын біз тыңдадық. Жұмысын тыңдай отырып ой түйдік, ой қалыптастырдық, тәжірибе жинадық және өзімізге түртіп алатын мәселелерді қойын дәптерлерімізге түртіп алған болатынбыз. Әр өңірдің тәжірибесі әрине әртүрлі. Бұдан түйетін жаңағы бізге алатын мол мәліметтер болды. Мәселен, Атырау облысындағы аналар кеңесінің жұмысы мені қатты қызықтырды. Сол өңірдің жұмысын тыңдаған кезде менде үлкен түртіп алатын, менің ойыма ой қосқан дүниелер болды. Сондықтан бұл Тараз қаласында өткен халықаралық деңгейдегі форум маған үлкен жаңағы тың идеяларды жүзеге асыруға үлкен ой салды деп айтқым келеді. Мені тәжірибе алаңында шыңдаған нағыз форум болды. Жалпы осындай форумдардың қоғамдағы 5 кеселмен күресуде пайдасы қандай? Әрине өте жоғары. Жаңа айтып өттім, бұл жаңағы бізге тәжірибе жинақтаған нағыз шығармашылық алаңы болды, маңызды алаң болды деп. Сондықтан біздегі қазіргі 5 кесел ол жаңағы лудоманиямен күрес, ысырапшылдықтың алдын алу, вандализмге қарсы, тұрмыстық зорлық, зомбылық, нашақорлықпен күрес. Міне осы 5 кесел. Кезінде біздің Абай атамыз 5 дұшпаннан қашық болу үшін өзінің өлеңіне қосып халықты 5 дұшпаннан қашық болуға итермеледі. Ол не? Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп, яғни халықты осы 5 дұшпаннан қашық болуға үгіттесе, ал біз қазір 5 дұшпаннан да сорақысы 5 кеселге тап болып отырмыз. Сондықтан осы 5 кеселдің алдын алу бағытында біздің жұмыстың барлығы сол бағытта жүргізіледі. Сондықтан осы бағытта аналар кеңесінің рөлі өте зор. Бұл форум осы бағыттағы жұмысты нақты бізге тиянақтап берді. Бұл форумда тек қана сөз айтылған жоқ, іс көрсетілді, тәжірибе айтылды, тәжірибе таратылды. Аналар кеңесінің мүшелері өңірдегі мәдени іс-шаралардан тыс қалмайтын болар. Әрине, аналар кеңесінің мүшелері тек қана тәрбиелік бағыттағы шараларда болады деп, осы өлкедегі, өңірдегі мәдени шаралардың басы қасында жүретіндігі баршамызға белгілі. Мәселен, сіздер қарасаңыздар, облыстық деңгейде өтетін осы Маңғыстау облысындағы кез келген мәдени шараларда, әдеби сазды кештерде, қайырымдылық акцияларында, тағы да не айтсам болады, тағы да түрлі байқаулар бар отбасылық, сол байқаулардың барлығынан біздің аналарымыз бой көрсетіп, әжелеріміз ақ жаулығымен, аналарымыз ақ орамалмен, яғни залдың төрінде отыратындық сөзсіз. Алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспарларым, менде идея өте көп. Өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болғандықтан шығармашылықты жаным сүйеді. Креативті дүниелерді ғана өте жақсы көрем, тың дүниелерді, тың жобаларды дүниеге әкелген жақсы көрем. Осы Тараз қаласында өткен халықаралық форумға барғаннан кейін менде тың идеялар, жаңағы өзімнің ой қоржынымда
қалыптасып қайнап жатыр. Алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Тағы бір ойым, осы өзім мектептегі тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымын бір жағынан. Сол тәрбие ісі жөніндегі орынбасар болғандықтан қазіргі біздің қоғамымызда ең қарын аштыратын тұс ол қыз тәрбиесі болып тұр қазіргі таңда. Сол қыз тәрбиесі мен қыз бен ана арасындағы, әже арасындағы ұрпақтар сабақтастығын қолға алғым келеді. Осы қазақ қыздарына болсын бір үлгі, тәжірибе алаңын үлгілі, нәтижелі жұмысты көрсеткім келеді. Сол бағытта қазіргі таңда мектепте аналарымыздың келуі, мектепке ата-ананың байланысы өте сирек. Осы бағытқа мектеп пен ата-ананың арасындағы да қоғамдастықты нығайту, байланысты нығайту бағытында тың дүниелерді сіздермен алдағы уақытта тың жаңалықтармен бөлісетін боламын. Енді отбасындағы құндылықтарға тоқталсақ, жалпы отбасындағы ең маңызды құндылық не деп ойлайсыз? Отбасындағы құндылық ол ұлттық тәрбие, отбасының бірлігін нығайту. Ең алдымен біздің қазақ халқы, яғни отбасының үйдегі әке мен ана, сіздің балаңыз жаңағы үйде өскен жасөспірім баланы біз ұлттық тәрбиемен ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп тәрбиелей алмасақ, онда біздің, яғни алдымыздағы ұрпақ ол ойлау деңгейі төмен, яғни ұлттық құндылықты бойына сіңірмеген ұрпақ болар еді. Сондықтан біз кез келген отбасы өз үйінде болашақ ұлттың нағыз тұлғасын қалыптастырамын десе, жасөспірімге сәби кезінен балаға бесік жырын жаттатып, қисса дастандарды жаттатып, түрлі жырларды жаттатып құлағына сіңіре білу керек. Себебі әр жырды жаттаған сайын баланың есте сақтау қабілеті де дами түседі. Ал жыр дегеніміз ол біздің нағыз халық ауыз әдебиеті. Сондықтан халық ауыз әдебиетіне қанық өскен бала ол ешқашан уызына жармаған бала болмайды деп айтқым келеді. Енді қазіргі заманда заман өзгеріп жатыр ма, әлде адам өзгеріп жатыр ма дейтін пікірлер бар. Жалпы қазіргі замандағы отбасының рөлі өзгерді ме? Бізде біз заманды кінәлаймыз, адамды кінәлап жатамыз, заманына қарай адамы деп те айтамыз, заманның түлкі болса таз боп шал деген де тіркестер бар, Бұл жерде біз бір жақты қарамауымыз керек, таяқтың екі ұшы бар. Сондықтан ол жаңағы біздің қазіргі ұрпақ сондай, біз батыс мәдениетіндеміз деген сияқты ойдан аулақ болуымыз керек. Қазір көңіл толарлықтай жағдайлар өте көп. Кеше ғана өткен Ақтау қаласында өткен кітап көрмесінде көрдіңіздер, қаншама жас ұрпақ жаңағы кітапқа құмар екендігін, оқуға құштар екендігін, тіпті анасы мен баласының қолын жетектеп жүріп, жаңағы көрмесінен неше түрлі сан алуан кітаптарды алып жатқан көрген кезде көңіл қарнымыз тойып қайтатындығы сөзсіз. Сондықтан бұл отбасы тәрбиесінде жаңа балаға кітап оқыту, рухани азық, білім сіңіру ол біздің ана ретіндегі ең бірінші міндетіміз. Ұшқанда не көрсең, ұяда соны ілесің дейді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Сол секілді отбасындағы тәрбиені яғни біздің отбасымыз әр баланың айнасы. Сондықтан отбасылық тәрбие мықты болса, онда бізден болмысы мықты, кеудесі, жаны, рухы қазақ деп соғатын азамат пен азаматшалар тәрбиелей аламыз деп айтқым келеді. Жалпы жанұя бұл адамның өміріндегі ең маңызды жер деп ойлаймыз. Жалпы отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жалпы қазіргі өзіңіздің ата-анаңыздан өмірлік сабақ ретінде нені үйрендіңіз? Қандай тәрбие алдыңыз? Осы ішіндегі ең маңызды деп ойлайтын сіз үшін? Мен алақандай ғана ауыл, Маңғыстаудың ауданындағы Жармыш деген ауылда дүниеге келдім. Қарапайым отбасында дүниеге келдім. Мен ата-анамнан жаңағы көрген білгенімді, яғни үйде ата-анамның көрген істеген қылықтар арқылы менде бой түзеп өстім. Сондықтан менің ата-анам өте қарапайым жандар. Олардың ұлағатты әңгімелері, есті әңгімелері, әжемнің әңгімелерін тыңдап өскен жаңағы баламын кішкентайымнан. Сондықтан ауылдың тәрбиесі ол қашанда мықты. Ауылдың сол балалық шағымыз осы Жармыш ауылында өтті. Үйдегі жаңағы ысырапшылдыққа жол бермеу, анамның бүгінгі таңда біртұтас тәрбие бағдарламасында үнемділік туралы айтып келеміз ғой. Сол секілді біз ысырапшылдыққа жол бермеуді отбасы тәрбиесінде әкеміз бен анамыздан көріп өстік. Үлкеннің алдын кесіп өтпеуді үйрендік. Неше түрлі жаңағы қағидалармен жаңағы үлкен жаңағы сол кездегі күнделікті алып отырған біздің сабағымыз, іс-әрекетіміз қазіргі таңда үлкен сабақ екен ғой деп қазір ойланып отырамын да. Сондықтан маған осындай менің болмысымды осындай тұлға ретінде қалыптастыра білген атам мен әке анама үлкен басым деймін, алғыс айтамын. Енді қазіргі жас буынға айтарыңыз бар ма?
жас буынға айтарым, кітап оқыңыздар, біліммен сусындаңыздар деп айтқым келеді. Жас буын қазіргі таңда ізденем деген адамға, білім ғылым қуатын адамға кең ашық, жол ашық. Сондықтан мен жас ұрпақтың біліммен сусындағанын қалаймын. Тек қана білім деп Санжар Керімбай бір сөзінде айтады ғой, біздің қазақ халқының ата-аналары қызық, баламды тек нешке оқуға түсірем деп анда тасып бір қосымшаға, мында тасып бір қосымшаға, үйіне кіріп келген кезде қолға су құятын бала таба алмай қаласың деп та. Үйіне кіріп келген кезде сенімен тұрып амандасуға жарамайтын баланы таба алмай қаласың. Шынымен де біз жаңағы баланы кейбір ата-аналардың тарапынан әлде босаңдық, әлсіздік танылып жатады. Баланы ана қосымшаға бір тасимыз, мына қосымшаға бір тасимыз. Яғни баламыз сондай мамандандырылған мектепте оқығанын қалаймыз біз, иә. Сондықтан бұл жерде бір жақты қарамауымыз керек. Білім мен тәрбие егіз ұғым, білім мен тәрбиені қатар тізгіндеуіміз керек. Ол баланың қанша біліп, жаңағы Американы бағындырып сайрап тұрған не керек? Көкірегінде жаңа қазақтық рухты оты болмаса, ұлттық тәрбиесі болмаса, үлкен келіп тұрған кезде кіші болып именіп амандасатын ізеттілік бойына ата-анасы тарапынан сондай ізеттілік тәрбиені, имандылықты жүрегіне сіңіре алмаса баланың жүрегіне, онда ол білімді азаматтың, парасатты азаматтың толық тұлға болып қалыптасуы, ол жаңағы әлі де шикі деп айтқым келеді. Сондықтан біз білім мен тәрбиені қатар тең тізгіндеуіміз керек, қатар ұстап, балалардың бойына сол құндылықты сіңіре білуіміз керек. Жас ұстаз ретінде де мен дәл осы уақытта қазіргі таңда өзімнің мектебімде білім мен тәрбиені қатар сіңіріп, қатар тең ұстап жүрген мұғалімнің бірімін деп айтқым келеді. Енді осы тұста жалпы білім мен тәрбие қатар жүру керек. Сіздің мектебіңізде сіз тәрбиелейтін оқушылар қандай да бір жобаларды немесе қандай жұмыс атқарып жатырсыз осы тұста? Я, біз өзім тәрбиесі жөніндегі орынбасар болғандықтан қазіргі таңда қыз тәрбиесіне, ұрпақ тәрбиесіне көбірек көңіл бөлем. Осы орайда мектебімде алғаш бастама қылып, ұрпақтар сабақтастығы деген үлкен облыстық деңгейде форум өткіздім. Бұл форум көпшілік тарапынан жақсы ұсыныстар түсіп, жақсы пікірлер қалыптасты форум тұрғысында. Бұл жердегі менің мақсатым қазіргі таңдағы қыздар, жас буын өкілі қыз балаларды, орта буын өкілі жас аналарды, үлкен аға буын өкілі әжелерімізді әкеліп, сол үш буынның арасындағы сабақтастықты көрсеткім келді. Әженің тәрбиесін, ананың ақылын, қыздың әдебін, осы үш ортаның өкілін шақыру арқылы мен жаңа аудиторияда әдемі ұрпақтар сабақтастығының көрінісін көрсеттім. Себебі біз жаңағы ұрпақтардың арасында сабақтастық болмаса, біздің рухани тамырымыз әлсіз болады. Сондықтан рухани тамырымыз мықты болу үшін мен қазіргі таңдағы жас қыз балаларға ананың ақылын, әженің көрегенді ісін көрсеткім келеді. Бұрынғы біздің әжелеріміз қандай тәрбиелі, қандай біліммен сусындап, рухани таным көкжиегі қандай кең болғандығын, қазіргі қыз балалардың таным көкжиегі өте тар аяда, тек қана қызылды жасылды тикток әлемінде ғана қалып қойғандығын, одан шығу керектігін жаңағы әжелердің есті әңгімесі арқылы, мықты спикерлерді шақыру арқылы кішкене де болса жас қыздарымыздың, бойжеткендеріміздің санасына сәуле сіңірдім деп ойлаймын. Енді тақырыпты жалпы қорытындыласақ, тақырыпқа байланысты алып қосарыңыз болса. Иә. Мен биылғы жылдан бастап Ақшұқыр ауылдық аналар кеңесінің төрайымы болып тағайындалдым. Енді менің қолымда үлкен жауапкершілік, қазір мойнымда үлкен жауапкершілік, бұрынғы жауапкершілігім екі есе артып отыр. Сондықтан мен өзім жас ана ретінде 5 бала тәрбиелеп отырған көп балалы ана ретінде қоғамға үнімді, қолтаңбамды қалдырғым келеді. Осы ауылдың аналарына бір тың бастама ашқым келеді, ұйымдастырып жас аналарға қолдау көрсеткім келеді. Сол жас аналардың биік тұғырдан көрінген қалағым келеді. Ауыл аналарының басын қосып, осындай керемет белсенді аналар бар, сол аналар арқылы осы жаңағы бүкіл ауылдың тізгінін тәрбиелеуге, жас ұрпақ тәрбиелеуге өзімнің бір кішкене де болса қолтаңбамды қалдырып үнімді қоссам, сол менің игі ісімнің бірі болар еді деп айтқым келеді. Мейрамгүл Сағидоллақызы біздің студиямызға келіп, маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Қадірлі көрермен, осымен подкаст өз мәресіне жетті. Қош, сау болыңыздар.